Дауысты дыбыстан басталып тұр. Жақсы. Енді бауырсақ сөзіне назар аударайық. Бауырсақ. Бауырсақ сөзінде 3 буын бар. Неше тасымал бар екен? 2 жолмен тасымалданады екен. Яғни бауырсақ, бауырсақ. Жақсы балалар. Ендеше келесі тапсырмада бауырсақ туралы жазылған екен. Келесі тапсырмаға назар салыңыздар. Кәнекей балалар, бірге оқып мәтіннің жанрын анықтайық. Дастарханда шашылып, жатты аппақ бауырсақ. Бауырсаққа қызығып, қарап тұрып көзін сап. Қайдан келдің бауырсақ? Деп сұрады қуыршақ. Дүкеннен келдім нан сатқан, деді оған бауырсақ. Дүкенге келдің қай жақтан? Наубайдан келдім, нан жапқан. Наубайға келдің қай жақтан? Диірменнен келдім, ұн тартқан. Диірменге келдің қай жақтан? Даладан келдім, кең жақтан. Жер анам менің көсілген, диқандар мені өсірген. Арғы тегім ақ бидай, тәттімін жеп көріп бақшимай. Жесең өзің байқарсың, рахметіңді айтарсың. Жақсы балалар, өлең жанрында жазылған екен. Бұл өлеңді кім жазған екен? Өтебай Тұрманжанов жазған екен. Жарайсыздар балалар. Балалар, енді осы өлеңде жасылмен белгіленген сөздерге назар салайықшы. Жақсы, осы дастарханда, дүкеннен, наубайдан деген сөздерді тасымалдаңыздаршы. Жақсы, олай болатын болса, өзімізді тексерейік. Мен сіздерге осы берілген 3 сөздің бірінші жолын ғана көрсетіп отырмын. Ал сіздерде қай жол екен? Кәнекей, өзімізді тексеріп көрейік. Дастарханда сөзінде мен сіздерге бірінші буыннан тасымалдап көрсетіп отырмын. Сіздерде қай жолы, қай буыннан тасымалдадыңыздар? Кәнекей, бірінші жолы дастарханда, екінші жолы дастарханда, үшінші жолы дастарханда. Өздеріңізді тексердіңіздер ме? Жақсы, екінші сөзге назар аударайық. Дүкеннен, дүкеннен. Яғни екінші жолы дүкеннен. Үшінші сөзге назар аударайық. Наубайдан. Мен бірінші буыннан тасымалдап көрсетіп отырмын сіздерге. Наубайдан. Сіздерде қай жолы? Бірінші жол ма, әлі екінші жол ма? Екінші жолы наубайдан. Жақсы балалар, берілген тапсырмаларды сіздер жетістік баспалдағының негізінде өздеріңіз қалай орындағандарыңызды анықтаңыздар. Біріншісі, тапсырманы орындай алмадым, аздап қиналдым, тапсырманы орындай алдым. Қай баспалдақта тұрсыздар? Мен сіздерді өздеріңізді әділ бағалады деген ойдамын. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсің бе? Менің аты жөнім Перизат Құрманғазықызы. Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды жарық көздері. Сен менің үстелімдегі жарық көздеріне назар аудар. Менің үстелімде қолшам тұр. Сонан кейін майшам тұр. Бұл қандай жарық көздеріне жатады? Екеуі. Осыны еске түсіру үшін өткен сабақты қайталайық. Өткен сабақта біз жарық көздері дегеніміз жарық шығаратын денелер екенін өттік. Одан кейін жарық көздерінің екіге бөлінетін табиғи және жасанды екенін білеміз. Табиғи жарық көздері табиғатта өздігінен пайда болатын жарық көздері, оларға не жатушы еді? Оларға күн жатады, найзағайдың жарқылы, жұлдыздар және жарқырау қоңызда тағамыз. Ал жасанды жарық көздерін адам өз қолымен жасайды, өзі жасайды. Сонда біздің қолшам мен майшамды адам өзі жасаған.
Мысалы, май шамды балауыздан, мына ортасындағысы білтесі, оны жіпше қылып жасайды, өткізген. Міне осындай жарық көздерін адам өзі жасайды. Оларды жасанды деп атайды. Сонымен біз бүгінгі сабақта жасанды жарық көздерінің түрлерімен танысамыз, және оларды адам қалай қолданатынын білеміз. Жақсы. Енді ол үшін сен мына суретке қара. Суретке қараймыз. Суретте қаланың көшесі бейнеленген. Оларды салыстыр, жарық көздерін ата. Олардың қайсысы табиғи, қайсысы жасанды екенін анықтаймыз. Сонымен бірінші суретке қарайық. Бірінші суретте күндізгі мезгіл. Күндізгі мезгіл болса, айнала жап-жарық. Иә, жап-жарық болса, ол не деген сөз? Аспанда күн бар деген сөз. Күн қандай жарық көзі? Күн табиғи жарық көзі. Одан басқа нені байқап тұрсың? Мен бағдаршамды байқап тұрмын. Бағдаршам ол қандай жарық көзі? Ол жасанды жарық көзі. Дұрыс айтасың. Енді екінші суретке мұқият қара. Екінші суретте кешкі мезгіл бейнеленген. Ал жарық көздерін атайық. Ол ғимараттың терезелерінен түсіп тұрған ішіндегі электр шамының жарығы. Байқап тұрсаң, көшенің шамы бар міне. Тура жаңағы бірінші суреттегідей бағдаршам, машиненің фарының жарығы, одан кейін адамның қолында қол шамның жарығы бар. Осы аталған жарық көздерінің бәрі қандай? Я, олар жасанды. Ал осы екінші суретте табиғи жарық көзі бар ма? Сен аспанды байқадың ба? Аспанда нелер бар? Я, жұлдыздар бар. Жұлдыз табиғи жарық көзі екен. Ол жер бетін жарық қылмаса да өзі жылтылдап жарық шығарып тұрады. Жақсы. Енді өзімізді тексерейік. Міне жасылмен табиғи жарық көздерін қоршап қойдым. Ал сарымен жасанды жарық көздерін қоршап қойдым. Жақсы, біз олардың бәрін дұрыс таптық. Енді келесі сұрақ. Қай суретте жасанды жарық көзі көп? Екінші суретте. Дұрыс айтасың. Ал неліктен екінші суретте жасанды жарық көздері көп? Иә, себебі екінші суретте қараңғы мезгіл бейнеленген. Жасанды жарық көздері бізге қараңғылықты жарық қылу үшін өте қажет екен. Жақсы, енді сен өзіңде өмірде күнделікті тұрмыста өте көп жарық көздерін пайдаланатыныңа сенімдімін. Кәне, өз отырған бөлмеңде қандай жарық көздері бар? Соны бақылашы. Ал оларды кім және не үшін ойлап тапты? Мысалы, үйде, бөлмеде люстра болуы мүмкін. Міне қол шам бар. Немесе стөл шамы болады. Стөл шамын сен кітап оқығанда, немесе үй тапсырмасын орындаған кезде стөлдің бетін жарықтандыру үшін қолданасың. Ал кейбір адамдар, кейбір балалардың бөлмелерінде түнде әлсіз жарықтандырып тұратын түнгі шамдар қолданады. Ондай шамдар сенің өзіңнің бөлмеңде бар ма? Міне бұл көрсетілген суреттегі жарық көздері түгелі жасанды екен. Енді осындай жарық көздері, жасанды жарық көздері ең алғаш қалай пайда болды? Оны кім ойлап тапты? Міне осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Сен ежелгі адамдарды білесің, олардың отты қолданғанын білесің. Міне осы от ең алғашқы жарық көзі деп есептеледі екен. Себебі адамдар өздерінің үңгірлеріне, баспаналарына жиналған кезде отты жаққан. Міне осы от олардың отыратын жерлерін, үңгірлерін жарықтандырған және оларға жылу берген. Сонымен біз алғашқы жасанды жарық көзін ежелгі адамдар пайдаланды деп есептейміз. Киіз үйге қара. Бұл киіз үйдің іші көрсетілген. Киіз үйдің ортасында әрқашан ошақ болған. Ошақта ас әзірленеді. Ошақтың астындағы от киіз үйдің ішін жылытады, әрі жарық береді. Ал күндіз шаңырақ ашылған кезде шаңырақтан күннің сәулесі түсіп тұрған. Міне осы күндіз киіз үйдің іші табиғи жарықпен жарықтандырылған. Сонымен біз киіз үйдің ішінде ошақтың оты жасанды жарық ретінде пайдаланғанын білдік. Ал ең алғашқы мынандай шамдарды, үйімізде тұрған шамдарды кім ойлап тапты екен? Ең алғашқы шамды римдіктер және гректер ойлап тапқан. Бұл
ежелгі мемлекеттер. Олар жағармай ретінде өсімдік немесе жануардың майын қолданған. Мына көрсетілген ыдыстардың ішіне майды құйғанда, міне жерінде білте қойған. Міне осы білте жанып, жарық берген екен. Бұл ең алғашқы шамдардың үлгісі. Көше шамдары ше. Оны кім ойлап тапты екен? Көше шамдары да ежелде пайда болған, 15 ғасырда пайда болыпты. Ал бұндай шамдар Лондон деген қалада пайда болған. Олардың жарығы әлсіз болған. Шамның сыртында мынандай шынысы болады, сол шынысының ішіне кәдімгі шырақты, кәдімгі майшамды қойған мынау сияқты. Осы шырақты кешке қарай бір адам, шырақшы деген адам келіп жағып, таң ата сөндіріп отырған. Көше шамдары газ пайда болған кезде газбен жағылатын болған, ал кейін 19 ғасырда электр пайда болған кезде электр шамдары көшені жарқырататын болған екен. Міне осылай біздің көше шамдарының да тарихы бар екен. Электр пайда болғаннан кейін жасанды жарық көздері көбейген. Электр жарық көздері мол жарық береді және алысқа тарайды. Жасанды жарық көздері әсерінен біздің жеріміз ғарыштан қалай көрінетінін видеодан тамашалайық. Өте әдемі көрініс, байқадыңдар ғой. Ал енді шамшырақ деген не екенін білесің бе? Ол не үшін қажет? Шамшырақ жағалауға салынған мұнара тәрізді ғимарат. Оның ең басына жарық көзі орналасады. Шамшырақ кемелерге жол көрсету үшін қажет. Мысалы, мына кемені алайық. Бұл кеме теңізде жүзіп жүр. Немесе мұхитта жүзіп жүр. Біраздан кейін міне күн батты, күн бұлттанды, найзағы ойнап, дауыл соқты. Сол кезде кеме жолынан адасып қалды. Міне қап қараңғы түн. Көрдің бе? Енді ол қайда барарын білмейді, жағалауды таба алмай жүр. Сол кезде осы кемеге жаңағы шамшырақтар көмектеседі екен. Олар жағалаудан жарық беріп тұрады. Сонда 30 шақырым жерден кеме оны көре алады да, өз бағытын жағалауға қарай түзейді. Не шамшырақтардың қызметі осы екен. Бұл шамшырақтар ерте заманнан бастап пайдаланады. Ертеде шамшырақтың ішіне от жаққан. Ал қазіргі кезде шамшырақтар электр қуатымен жұмыс істейді. Қазір осы шамшырақтың жұмысын видеодан бақыла. Сонымен бүгінгі оқыған тақырыбымызды қорытындылайық. Жасанды жарық көздерін екі топқа бөліп көр. Суреттерге қара. Бұлардың ішінде қайсысы үйде қолданады, қайсысын көшеде қолданады. Және мұқият қара. Ата. Ал енді өзімізді тексерейік. Үйде қабырғаға ілінетін шам, одан кейін үстелдегі шам, теледидардың екраны, сонан кейін проектор. Видео қолданады, ал көшеде бағдар шам, дүкеннің маңдайына қойылатын, мынандай жарнама қойылатын тақталар, одан кейін көше шамы. Міне жарық көздерін осылай екі топқа бөлуге болады екен. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталуға жақын.
Бүгінгі сабақта біз жасанды жарық көзін адамның ойлап тапқанын түсіндік. Одан кейін жасанды жарық көздерін қараңғыда, ғимараттарды, көшелерді жарықтандыру үшін қолданатынын білдік. Сонымен, бүгінгі сабақта алған біліміңді пайдаға жаратасың деп ойлаймын. Сен үйде өзің жарық көздерін зерттейтін болсаң, қауіпсіздік ережесін сақтауды ұмытпа. Сау бол, келесі сабақта жүздескенше. Екінші сынып оқушылары балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген